Alhamdulillah. Барлық мақтау жалғыз жаратушымыз Алла тағалаға. Тек оған ғана құлшылық жасаймыз, тек одан ғана көмек сұраймыз. Зұлымдыққа ұшырағандардың қорғаушысы, әлсіздердің дұғаларына жауап беруші. Бауырларым, қарындастарым, біз Палестина тақырыбын соңғы аптада бірнеше рет көтердік. Кейбіреуіміз осы тақырыпты естуден шаршап жатырмыз. Палестинадағы жағдайды күн сайын дерлік тілге тиек етіп келеміз. Егер біз осы тақырыпты естуден қиналсақ, онда дәл қазір сол қасіретке ұшырап жатырғандардың халі қалай болмақ? Біз бұл қасіретке көз жұма қарамауымыз керек. Менің алдымен өзіме, кейін сіздерге айтарым, осы жағдайға қатысты Facebook пен WhatsApp'та келіп түсіп жатырған видео, фотоларды қарамай өтіп кетпеңіздер. Керісінше, оны қараңыздар. Сол арқылы жүрегіңізде бауырларымызға деген жанашырлық, аяу, қиналу сезімдері оянсын. Олардың жағдайлары нашардан мүшкіл халге түсті. Оларға санаулы амалдар арқылы көмектесе аламыз. Мен алдымен өзіме, кейін сіздерге айтарым, осы жағдайға қатысты жаңалықтарды қарап жүріңіздер. Палестинада не болып жатырғанын бақылаңыздар, тыңдап түсінуге тырысыңыздар. Сол арқылы жүрегіміз әрдайым үмметті ойлайды. Сондай-ақ рухани тұрғыдан бұл қиындыққа қарсылық көрсетуге көңіл бөліңіз. Бұл туралы көп рет айттым. Дұға, зікір, садақа беру, қолдан келген көмегімізді жасау біздің бір үммет екенімізді сездіреді. Рухани байланысымызды күшейтеді. Осы рухани байланысымыз иншалла қияметтің қиын күні амандықта болуымызға себеп болады. Дұғаны болмашы көрмеңіз. Ем болмағанда жасаған дұғамыз біздің жүрегімізді жұмсартады. Оның өзі үлкен жетістік. Арамыздағы Аллаға жақын болған жан дұға жасаса, оның дұғасы қабыл болады, иншалла. Сондай-ақ қымбатты мұсылман бауырлар, әрбіріңіз Палестинадағы политикалық жағдай туралы жақсылап ізденіп түсініңіз. Кейін айналаңыздағы достарыңызға түсіндіріңіздер, таныстарыңызға түсіндіріңіздер. Әрбіріңіз осы мәселенің амбассадоры болыңыздар. Себебі бұл ислами мәселе. Жолдастарыңыздың, таныстарыңыздың ешқайсысы қате пікірде болмасын. Дұрыс ақпаратты таратыңыздар. Егер әрбіріміз осылай істесек, айналамызда дұрыс ой қалыптастырамыз. Әрбіріңіздің араласатын достарыңыз бар, жұмыста әріптестеріңіз бар, Facebook'та тіркелушілеріңіз бар. Олардың кейбіреулері бұл мәселені қате түсініп, қате пайымдайды. Сіз, егер Алланың қалауымен бір адамның пікірін өзгертсеңіз, сол арқылы көмек көрсеткен боласыз. Жігерлі болыңыз, даналықпен жеткізіңіз, әрбір сөзіңізге дәлеліңіз болсын. Сондықтан алдымен мәселені өзіңіз үйреніңіз. Сондай-ақ бауырларым, қарындастарым, қате пікірде жүрген билік басындағы және басқа да қоғамдық істердің басындағы азаматтарды да хабардар етуіміз керек. Мүмкін санымыз аздау болар, бірақ кей мәселеде біздің айтарлықтай ықпалымыз болады. Иншалла, сонында елімізде дұрыс ақпаратты, пікірді қалыптастырамыз. Егер өзіміздің таңдаған билік басшыларымыз жалған мағлұматты айтып жатқан болса, үндемей қалмауымыз керек. Ақиқатты жеткізіңіз. Твиттеріне жазыңыз, әлеуметтік желіде байланысқа шығыңыз. Кейін бұл азаматтар билікке қайта үміткер болған кезінде, осы мәселеде қандай ұстанымда болғанын ескеріңіздер. Бұл азамат Палестина туралы не дейді, Израиль туралы не дейді. Келесіде билікке үміткерлерді таңдауда осы мәселеге назар аударатын боламыз. Бұл дағдарыс кезінде тіпті кей білімді азаматтар осы мәселені дұрыс түсінбей қате пікірде жүр. Оларды да бақылауымыз керек. Сондай-ақ бауырларым, қарындастарым, бұны айтудың өзі қиын. Кей адамдар ислам туралы қате пікірде. Өкінішке орай олар осы мәселе туралы дым білмесе де, олар Палестинадағы мұсылмандарды, немесе ұлттарды, немесе саяси топтарды кінәлайды. Бүліктің бәрін осылай шығарып жатыр дейді. Бұл нәрселерді қоя тұрыңыз. Дәл қазір басқыншылар бар және зұлымдыққа ұшыраушылар бар. Дәл қазір залым бар және мазлум бар. Залымдарға көз жұма қарайтын кез келген жан, сионистік алалаушы ұйымға көз жұматындар, мұсылмандардың өз арасында орын алған қателіктеріне, кей түсініспеушіліктеріне назар аударатындар бар арамызда. Бірақ бұл ондай уақыт емес, біздің айқын жауымыз бар. Бұл жауды елемей, оның орнына бұл сенің қателігін деу мүлдем дұрыс емес. Айырмашылықтар туралы кейінірек сөйлесе жатармыз. Сөзсіз, исламды түсінуде ерекшеліктеріміз бар.
Бірақ дәл қазір үммет бір болу керек. Ла илаха иллалла Мухаммаду Расулулла туының астында жиналуымыз керек. Тап қазір үмметті бөлуге тырысатындар, үмметтің ішінде жан-жағындағыларға саусақ шашайтатындар, үстімізден бомба түсіп жатқанына қарамай солай істейтіндер болса, бұл адам исламның даналығы мен хикметінен жұрдай, исламның ақиқатын түсінбеген адам. Бұлай деуім білемін, кейбіреу ақиқат осы деп ойлайды. Ислам деген осылай деп қате пікірде жүргендер бар. Олар қате ақпаратқа тап болып, қате түсінік қалыптастырғандар. Қиямет күні мүмкін Алла оларды кешіріп қалар. Артымыздан сөз қозғап, бір-біріміздің қате кемшіліктерімізді іздейтін. Алаланып бөлінумен емес, сыртымыздағы үлкен жаумен әуре болуымыз керек. Дәл қазір адамдар өлтіріліп жатыр. Бала шаға, бауырларымыздың үстерінен бомбалар түсіп жатыр. Қазір бөлінетін уақыт емес, бірігетін сәт. Сондай-ақ бауырларым, қарындастарым, Палестина мен Газадағыларға көмек беретін қайырымдылық қорлары бар. Ауруханаларға көмек бере аламыз. Басқа да мүмкіндіктер бар. Іздестіріп, сол қорларға қаражат аударайық. BDS қозғалысы туралы ізденіңіз. BDS қозғалысы дегеніміз бұл экономикалық қысым көрсету. Бұны мұсылмандар істей алады. Израильді қолдайтын кез келген компания, оларға қызмет көрсететін кез келген компания, заңсыз басқыншылықтан пайда көретін компанияларды анықтаңыздар. Өзара бұл тізіммен бөлісіп, сол компанияларға бойкот жариялауға шақырыңыз. Бұл компаниялардың өнімдерін тұтынбаңыздар. Біз экономикалық қысым көрсетуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға хижрет жасағанда, Мәдинада жасалған келісімнің ішінде Мәдинаның яһудилері Құрайыштармен экономикалық байланыс орната алмайтыны жазылған болатын. Егер оны орындамаса, келісім бұзылатын. Біз экономикалық қысым көрсетуіміз керек. BDS қозғалысы дегеніміз осы. Бұл біздің қолымыздан келетін азғандай мүмкіндіктеріміз. Бұдан артығын үлкен ұйымдар, мекемелер, мемлекет жасайды. Біз қолымыздан келгенін істейміз. Бауырларым, қарындастарым, Палестина мәселесіне біз бей-жай болмауымыз керек. Палестина мәселесін болмашы көрмеуіміз керек. Мәсджидул Ақса біздің қасиетті жеріміз. Егер одан айырылып қалсақ, Алла сақтасын, Алла сақтасын. Біз бәріміз жеңіліп қалғандардан боламыз. Қазір Палестинадағы бауырларымызға біз дұға жасауымыз керек. Сол жердегі әрбір ер, әйел, бала шағамен мақтан тұтамыз. Үлкен ғұламамыз онлайн сөзінде бұлай деді: сол жерде қаза тапқан жандар, олар тірілер. Ал осында отырған әрбіріміз өлілерміз. Алла бізді кешірсін. Палестинада Ақсаны қорғап жүріп қаза тапқандар, олар тірілер. Себебі Алла Құранда шахидтің тірі екенін айтады. Ал біз болсақ, күллі үммет дым істей алмай отырмыз. Рухани, имани тұрғыдан бәріміз ақсап жатырмыз. Сол үшін Алла Тағаладан пана тілейміз. Бұл қолымыздан келетіндері, сарапшылар басқа да ақпараттарды айта жатар. Әрбіріміз өзіміздің жұмысымызды жасауымыз керек. Әрбіріміз қолымыздан келгенімізді істеуіміз керек. Ертең қиямет күні, я Алла, мен қолымнан келгеннің бәрін істедім. Қолымнан келгені осылар ғана, мен осыларды істедім дейміз. Мүмкін осы кішкентай амалымызды Алла қабыл алып кешіріміне алар. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم من أرادنا أو أراد مقدساتنا بذل اللهم فعليك به يا الله يا قوي يا عزيز. Я Алла, залымдарды құрдымға жібер, басқыншыларды жеңіліске ұшырат. Я Алла, өзінің құдіретіңді, кереметтеріңді оларға көрсет. Палестинадағы бауырларымызға, қарындастарымызға көмек бер. Я Алла, зұлымдарды, басқыншыларды жеңіліске ұшырат. Я Алла, бізге өзінің рахмыңды, мейіріміңді, құдіретіңді бауырларымыз арқылы көрсет. Я Алла, ақиқатында сен қауийсің, сен азизсің. عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزد لكم ولذكر الله تعالى أكبر وأقم الصلاة.